Сәлем қыздар, қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Қыздар, мен өзі ТикТокта, Инстаграмда вообще белсенді бола алмай кеттім, себебі заказдарым көбейіп, оны түсіруге, монтаждауға вообще уақыт болмай кетті. Енді бүгінгі видеоны түсірмесек болмайды, бүгінгі жұмысты түсірмесек болмайды деп түсіріп жатқан жайымыз бар. Бізде Сарыағашта белгілі Кәусар Холл деген тойханада бүгін малый залында үлкен атамыздың 70 жасқа толып жатқан тойын атап өтіп жатыр екен, бала шағасы жасап беріп жатыр екен. Маған заказ берген қызды өздеріңіз де танисыздар, өзі Сарыағашта белгілі блогер Айко Диннің бүгін қайнатасының туған күні екен. Айко Дин менің постоянно клиентім, өздеріңіз білесіздер. Бүгінгі тойға фотозонаға, әдемі фотозонаға заказ берген. Бүгінгі фотозонаны үйренуге Қазығұрттан және Сарыағаштан офлайн 2 шәкіртім келді. Қасыма еще баламды алып алғанмын. Төртеуміз жабылып, каркастарын құрып, жаңағы натяжнойын тартып, шарларын үрлеп, барлық техникаларын бәрін көрсеттім. Қалай қатырамыз, қалай байлаймыз, қалай натяжной тартамыз деген сияқты от и до. Телефонымда салынбай қалған қаншама заказдарым, қаншама видеолар тұр, әлі біреуінде салып үлгермей жатырмын. Сіздерге тағы да айтып мақтанып қояйын, келесі ай мен Алматы қаласына барып, осы оформление бойынша тағы да повышениеға оқуға кетіп бара жатырмын. Именно флористика мамандығын алып келемін. Искусственный гүлдермен қалай жұмыс жасаймыз, шармен қосып, гүлдерге де оформление жасауды үйреніп келуге. Негізі қалай гүлдермен жұмыс жасау керектігін білемін, қалай қатыру керек, барлығын білемін, бірақ сонда да әдемі профессионально шығу үшін негізі білім алу керек екен деп шештім. Сол үшін де Алматыға келесі ай барып, сол жақтан сразу гүлдерімді де барлығын алып қайтамын. Шарға келетін болсақ, шарды көзімді жұмып қойса да, уже қалай жасау керектігін, қалай байлау керек, қалай қатыру керек, барлығын білемін. Ал енді осы искусственный гүлдерменен үлкен тойханаларға, үйлену тойларға, масштабный фотозоналарға шықсам ба деген ойым бар. Мен үшін тағы да қуанарлық жаңалық, мен қасыма көмекші бала алдым. Енді үлкен тойханаларға, үлкен масштабный фотозоналарға заказ алатын болсам, уже маған көмек керек қой деген ой келді. Сондықтан қасыма көмекші бала алдым. Ол баланы өзім үйреттім, көрсеттім, қалай, ничего почем қалай бәрін үйретіп, енді қасымда көмекші алып жүретін боламын. Былайша айтқанда, бизнесімді кеңейтіп жатырмын, барлық инструменттер жағынан, адамдар жағынан. Енді Құдай қаласа, қол астымда 20 адамдай жұмыс істейтіндей бір команда болатындай дәрежеге жетуді Аллах тағалам нәсіп етсін. Өзі Сарыағаш қаласы бойынша оформление істейтін ең алғашқы әйел адам менмін. Бізде Сарыағашта осыған дейін әйел адамдар оформление істейтін жоқ еді, тек қана ер адамдар істейтін еді оформленияны, ал енді осылай әйел адамдар да қосылып жатыр. Негізі оформление істеу қиын көрінгенмен, негізі оп-оңай, егер техникасын білсеңіздер. Бүгінгі фотозонамыз осылай шықты. Сіздерге қалай, ұнады ма? Әйгерімге жіберген едім, әйгерімге де қатты ұнапты, шәкірттеріме де ұнады, әдемі үйлесімді болды деп рахметтерін айтып жатыр.